Ахмет Байтұрсынұлының бізге жеткен 6 әні бір күйі бар. Қазақ ағартушысының бойында композиторлық қасиетте болған. Бірі білсе, бірі білмес. Әзірге зерттеу аз. Қандай шығармалар дейсіз ғой? Аққұм, Шилөзен, Екі жирен, Қарғаш, Қараторғай, Қарагөз атты әндері және Ілме деген күйі бар. Деректерде 12 күйі бар деп жазылған. Кеңестік цензураның әсерінен кейбір әндері халық әні деп айтылып жүр. Ой соқты болып қатты қой басым, көзімнен көл боп ақты қой жасым, сергелден кешіп сарғайып санам, төбемнен тура түсті қой жасым. Көбейген шақта сақалдың ағы кетті қой тайып, ағаңның бағы темір құрсаулы түрмеге мұнау 4-ші рет мен қамалдым тағы. Сағындым елді жерімді және сағындым тіптай аңменен қосын. Жегенім желдім, ішкенім ірің, түсінер төбі халқым пірім, бастығына боп тағылдау халқам, сүйгенің өзің ұлтыңның тілін. Қазақ алфавитінің авторын 8 қырлы емес 80 қырлы деуге болады. Себебі Ахмет Байтұрсынұлы фортепиано мен скрипка аспаптарында еркін ойнаған. Задевичке 25 ән жаздырған. Оны қазақ халқының 1000 әні жинағынан кездестіруге болады. Айта кетейік, биыл 5 қыркүйекте Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 151 жыл толады. Дәл осы дата Қазақстан халқы тілдері күні. Бұл ұлт зиялысының еңбегіне жасалған құрметтің бір белгісі. Біле жүріңіз.